Қош келдіңіздер YouTube каналға. Каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Арыстан, Мерген, Таразы күндік болжам шығаратын боламын. Арыстан 17 июнь не күтеді? Арыстан 17 июнь. Арыстан, Лев. Бұл общий расклад, жеке расклад ақылы. Жеке раскладқа өту үшін 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарласыңыз. Арыстан, Лев. Әйел кісілер өзіне денсаулыққа, әдемілікке, сұлулыққа көңіл бөлу дейді мына жерде. Өзіне бір киім сатып алу, косметика, салонға бару, қомақты қаражатқа дейді. Қомақты қаражаттың түсуі, соған қатысты бір адаммен кездесу дейді. Мына жерде білімді, ақылды. Әйел кісілерге немесе, ол ер адам арқылы келу мүмкін ақша. И кейбір адамдарға сол бір білім, влиятельный, мына жерде білімді, ақылды адаммен ақша мәселесінде кездесу, қомақты қаражат мәселесінде. Ойланып тұрсыз дейтін жерден отшельник, іштей бір мұңаю, ойлану тереңінен, сол бірдеңені жасауға қалай болады екен, жасауға, бастауға қорқыныш болып тұр дейді. Дьявол өзіңіздің ешбір агрессия, бір эмоцияға берілу болуы мүмкін. И мына жерде агрессия, и зиянды әрекеттер. Кейбір адамдар спирттік ішімдік ішуі мүмкін. Мына жерде зиянды әрекет дейді. Дьявол сол бір мәселенің, бір адамның сол бір мәселені шешу үшін бір адамға тәуелді болу, абьюзивный дейді мына жерде, бір адамға тәуелді болу, сол бір мәселенің шешімі дейді мына жерде. Бір қуанышты күн, тойлау, той, курстастар, коллеги, сыныптастар, достар, подругалар кездесуі, тойлау дейді. Соған бір асығыстық, мына жерде асығып тұрсыз, уақытына қарай бір кешігіп қаласыз ба, бірақ іштей қорқыныш, уайым болып тұр, қалай барамын, бара алмаймын. Или бір әйел кісілер болса, сол күйеуіне қарай мына рұқсат береді ме, бермейді ме деп сомнение болып тұр дейді. Бір асығып кешігу болуы мүмкін дейді. Сол бір адамға қарап тұрсыз мына жерде, сол іс әрекетті ерлі әйел кісілер күйеуіне қарай бағынышты болып, сол барамын, бармаймын. И осы бір мероприятие, спиртной ішімдік ішуі мүмкін адам кейбіреулерге. Қомақты қаражат түсуі. Бұл арыстандарға арналған күндік болжам. Мергендерді көреміз. Мерген, стрелец, мерген, стрелец. Мерген, стрелецтерге күндік болжам. Мерген, стрелецтерге күндік болжам. 17 июнь не күтеді? Мерген 17 июнь не күтеді? Мерген. Мерген, стрелец 17 июнь не күтеді? Мерген, стрелец 17 июнь не күтеді дейді. Бір мақсаттар орындалады дейді, достижение цели орындалады дейді. Іштей бір қорқыныш, уайым болып тұр.
соны бір ұзақ күттіңіз, надежда, үмітіңіз болды, қаладыңыз сол нәрсені дейді. Сол нәрсеге жету, орындалуы. Кейбір адамдар сол бір мына жерде мир дейді да, мир ол карта, дүние жүзі, басқа шетелге шығуы мүмкін. Кейбір адамдар көп күш жігер, бір энергия жұмсайсыз дейді, бір ер адамға қатысты, уайым, переживание, сол ішкі эмоцияларыңызға қатысты. Сол көп күш жігер, энергия жұмсадым, соған қарай қорқыныш қалай болды, неге болай болды, уайымдап тұрсыз дейді бір адам. Ара қатынасқа қатысты. Сомнение, күмән болды сізде дейді, бірақ мына жерде победа, жеңіс. Бір мәселе, әрқайсысы әр адамның өзі үшін жетістік, победа, жеңіс. Жұмыста болса бұл награда, премия, балалардың несіне қатысты. Кейбір адамдар балалардың жетістігіне қуануы мүмкін. Мына жерде удача, сәттілік дейді. Удача, сәттілік. Бірақ сомнение, қорқыныш болып тұр, ойланып тұрсыз дейді. Кейбір адамдарына жол жүру мүмкін. Жол жүру, колесо. Мына жерде король жезлов. Сол бір влиятельный мінезді, бір басқарушы бір адаммен кездесу болуы мүмкін. Кейбір адамдар жұмысқа қатысты, бірақ мына жерде қорқыныш болып тұр. Энергичный өтеді, кейбір адамдар үшін сила дейді, көп энергия жұмсау, жұмыста болу. Мергендер үшін күндік болжам.